Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осындай керемет пирогтың рецептімен бөлісуге шықтым. Қараңыздаршы, қандай пирог дайындадым. Ортасы сондай влажный, құрғақ емес. Ортасы сондай влажный, қараңыздар. Және де бетіне ештеме жақпай-ақ, осылай осы күйінде біз уже шынымды айтсам 4-тен 1 бөлігі ғана қалды, түсіріп алуға ғана үлгердім. Сіздер де жасап көріңіз. Егер осындай оригинал рецепттерді қажет десеңіздер, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны баса өтіңіз. Бізге бұл пирогты жасау үшін ең алдымен жұмыртқа қажет. Енді жұмыртқамыздың үстіне қантты қосып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Қыздар, араластыру кезінде ерінбей жақсылап тұрып араластырыңыздар, осылай аппақ болғанша. Себебі жұмыртқаның жақсылап аппақ болып көпіргенше араласқаны, ол пирогтың, торттың, бисквиттің болсын, биік болып көтерілуіне әсер етеді. Енді осы массамыздың үстіне айран құямыз. Айран өзіндік бір дәм береді пирогқа, сол үшін міндетті түрде қосылғаны дұрыс. 2,5 немесе 3,5, 3,2% бола береді. Енді 1 шай қасық сода қосамыз. Егер сіздерде сода жоқ десеңіздер, разрыхительді болады қосуға. Енді осы массамыздың үстіне сұйық май қосамыз. Сұйық май біздің пирогымыздың влажный болып шығуына әсер етеді. Енді осы массамызға ұн қосып, осылай үстінен астына қарай біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын. Дәл мен айтқандағыдай жасасаңыздар, осылай әдемі болып шығу керек. Енді осы массаны формаға құямыз. Құйғаннан кейін осылай жерге 1-2 ұрып айналдырсаңыздар, арасындағы ауалары шығады. Пешімізге 180 градусқа 30-35 минутқа салып аламыз, толық піскенше. Міне достар, мен даже түсіріп үлгерген жоқпын. Осындай кішкене ғана бөлігі қалды. Сондықтан осыны ғана түсіріп үлгердім. Жасап көріңіздер, міндетті түрде кеңес беремін. Өте әдемі керемет шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің алдағы рецепттерім сіздерге келіп отырады. Ас болсын.